Биыл 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 32 жыл толып отыр. Тәуелсіздік сан ғасырлар бойы еркіндікті аңсаған еліміздің қажырлы күресінің жеңісі һәм жемісі деп айтуға болады. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігінің символы ретінде облыс орталығы Көкшетау қаласындағы тәуелсіздік стелласының айбыны асқақтап тұр. Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойына арнап 2011 жылы желтоқсан айында тәуелсіздік стелласы орталық қалалық саябақ пен тәуелсіздік алаңы арасындағы аумақта орнатылды. Стелла біздің мемлекетіміздің тәуелсіздік рухын бейнелейді. Ол металдан, гранит плитасынан және бетоннан жасалған. Жалпы биіктігі 20 метрді құрайды. Композицияның ортасында Қазақстан рәміздерінің бірі қазақ ою-өрнегінің алтын жақтауындағы мемлекеттік елтаңба бейнеленген. Жоғарғы бөлігі конус тәрізді, алтын түсті пішінді, сәндік элементтермен және қазақтың ұлттық нақышындағы рельефтермен безендірілген бүркіт құсымен аяқталады. Жарқыраған күнге үйлесіп жатқан құстың басы мен мойнының контуры бейбітшілік пен тұрақтылықтың символын білдіреді. Ал қанаттары жанып тұрған жалынға ұқсайды. От ата-баба ошағы ретінде өмір бастауының символын, сондай-ақ тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихи даму жолында шуақ шашатын нұрды бейнелейді. Стелланың көлемді бөлігінде киіз үйдің мотиві бар. Әлемнің барлық төрт жағында дамып, тату көршілік пен ашықтықты бейнелейтін өмірдің бастауы тамаша тіршілік өмірді бейнелейді. Стелланың төменгі 1,5 метрлік бөлігінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік барша қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық деген жазуы бар. Осы айбынды ескерткіштің арқасында тәуелсіздік алаңы айтарлықтай өзгерді және қала тұрғындарының сүйікті демалыс орнына айналды. Стелла маңында түрлі мерекелік іс-шаралар мен акциялар өтеді. Бұл стелланың авторы Астана суретшілер одағының мүшесі мүсінші Игорь Гайденко. Осы сәтті пайдалана отырып, барша қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз.